Так, Audi Q7. Проблема машине холостой ходда жұмыс істеп тұрады. Под нагрузка жүретін кезде жүрмей, селкілдеп, қалтылдап жүрмей қояды. Соның проблемасы мына ТНВ-дағы датчик давления. Ошибка 2295 деген көрсетті. Фишкалары бәрі қараған кезде ана фишкасы, мына жақта фишкасы тоғы, міне ТНВ-дің датчигі мына жақта тұрады, міне астында, міне мына датчик осы ТНВ-да тұрады. Осы проводтар замыкать етіп датчикті күйдіріп жіберген. Мына жақта предохранитель, блок, мотордың ішінде отсекта блок предохранителей. Мына бер жақтан санаған кезде мына үшінші предохранитель көк 15 ампер күйіп кете береді. Осындай причина болды. Басында түсінбедім. Предохранительді ауыстырам, күйіп кете береді. Содан кейін алдымда ана датчикті суырып тастадым ТНВ-дағы. Содан предохранительді салып едім, одан күймейтін болды. Содан вывод болды, осы онда мына датчиктің іші замыкать етіп қалған болды. Міне осы датчик. Мына бөлек датчик сатылмайды екен, қор датчикті ауыстырасылар деп едік. Мына ТНВ-мен бірге, осымен бірге жүреді екен. Сөйтіп осыны ауыстырғаннан кейін болды, машине нормально жүрді. Тағы да айта кетерім, тағы да ошибкалар. Осының кесірінен 2 лямбда-зон көрсетті ошибка. Содан кейін не анау адсорбер ошибка сол көрсетті. В общем, соның бәрі бірге шықты осы ошибкадан. Мынаны ауыстырып едік, бәрі кетті, ошибканың бәрі. Сонымен бәрі жақсы болды. Осы, в общем, осындай.